Advertising, жарнама. Spend money, ақшаны жарату. Get down to brass tacks. Бұл қандайда бір іс-әрекеттің негізгі түйініне көшу, ең маңызды бөлігіне көшу. Баршаңызға сәлем, мен Bakdaulet. Ағылшын тілін YouTube'тан менің каналыммен бірге үйреніп жүрмісіз? Өте керемет. Олай болса, бүгінгі видео алдыңғы видеоның жалғасы. Яғни, әлемдегі ең бай адам, миллиардер Илон Масктың өмірден түйген қағидаларын өз аузымен бірге естіп, мағынасын аударып түсінеміз. Олай болса, уақыт кетірмей пайдалы білімді үйренуге көшелік. Failure. We focus on signal over noise. A lot of companies get confused. They spend money on things that don't actually make the product better. For example, at Tesla, we've never spent any money on advertising. We put all of the money into R&D and manufacturing and design to try to make the car as good as possible. I think that's the way to go. For any given company, just can keep thinking about, are these efforts that people are expending, are they resulting in a better product or service? And if they're not, stop those efforts. When we focus on signal over noise. Біздер шумға қарағанда сигналға баса назар аудардық. Мен дәл қазір бұның не мағына беретінін сіздерге экранда түсіндірем. Focus on signal over noise. Бізге керекті нәтиже бұл сигнал. Ал noise, шу. Бұл бізге керекті емес, бірақ біздің назарымызды аудартатын қосымша керексіз нәрселер. Сол себептен де бұл жерде Илон Маск біздер тек керекті нәрсеге ғана көңіл бөліп, керекті емес нәрсенің барлығын ысырып тастадық деген мағынаны беріп тұр. A lot of companies get confused. They spend money on things that Көптеген компаниялар қателесіп жатады. Не болмаса, being confused or get confused шатасу. They spend money on things that don't. Олар ақшаларын actually make the product better. Өздерінің өндіретін өнімдерін жақсарту үшін жұмсамайды. For example, Мысалға, Теслада Tesla, we've never spent any money on біз ешқашан ақшаны жарнамаға жұмсаған жоқпыз. Advertising, жарнама. Spend money, ақшаны жарату. advertising. We put all of the money into R&D and manufacturing and design. Put all the money into R&D. Барлық ақшаны R&D. R&D, Research and Development. Ізденіс және даму. Компаниядағы R&D бөлімі қандайда бір мәселенің инновативті, эффективті шешімін табу үшін бірігіп, жаңа заманауи технологияны қолдана отырып табатын бөлім. And manufacturing. Manufacturing, мануфактураға. Manufacture, жаңа заманғы үлкен машиналарды қолдана отырып жүзеге асатын іс-әрекет. Мүмкін ол металды қыздыратын машина, не болмаса ағаш өңдейтін станок секілді. Осының барлығы бізде мануфактура. And design, дизайнға to try to make the car as good as possible. Машинаны барынша жақсы етіп жасауға тырыстық. I think that's the way to go. Және менің ойымша дәл осылай болу қажет. Барлық нәрсе. For any given company, just can keep thinking about, are these efforts that people are Кез келген компания дәл осы адамдардың сізден күтетін іс-әрекеттеріңізді, қимылдарыңыз туралы ойлауыңыз қажет. are expending, are they resulting in a better product or service? Сіздің жасап жатырған іс-әрекеттеріңіз өзіңіздің өндіретін өніміңізді, көрсететін қызметіңізді жақсартуға алып барады ма? And if they're not, stop Егер those олай болмаса, онда бұл іс-әрекетті тоқтатқаныңыз абзал. efforts. When I interview someone to work at the companies, to ask them to tell me about the problems that they worked on and how they solved them. And if someone was really the person that solved it, they'll be able to answer multiple levels. They'll be able to go down to the brass tacks. And if they weren't, they'll get stuck. And then you can say, oh, this person was not really the person who solved it, because anyone who struggled hard with a problem never forgets it. Эфирге аударайық.
when I interview someone When I interview someone, мен қандай да бір адамнан интервью алған кезде, to work at the company, компанияда жұмыс жасайтын адамнан, to ask them to tell me about the problems that they мен worked on. оларда қандай проблемамен, қандай мәселемен жұмыс жасадың деп сұраймын, және сен оны қалай шештің деп. And they solved them. And how they solved them. And if someone was really the If person someone was really the person that solves it, егер әлгі адам сол мәселені шешкен нағыз адам болса, solved it, they'll be able to answer they will be able to answer multiple levels. Олар бірнеше деңгейде еркін жауап бере алады. Be able to жасай алу қабілеті, яғни be able to answer жауап бере алады. multiple levels. They'll be able to go down to the brass tacks. They'll be able to go down to brass tacks. Brass tacks өте керемет идиома. Get down to brass tacks. Бұл қандай да бір іс-әрекеттің негізгі түйініне көшу, ең маңызды бөлігіне көшу. Мысалы, I always go to the same car dealership. The salesmen there don't mess around. They like to get right down to brass tacks. Мен әрдайым тек бір ғана машина сату дилеріне барамын. Себебі ол жердегі сатушылар керексіз нәрсені айтып, менің миымды ашытпайды, бірденен ең маңызды іс-әрекетке көшеді. And if they won't, егер олар жауап бере алмаса, And if they weren't, they'll get stuck. They'll get stuck, тоқтап қалу, тежеліп қалу, кідіріп қалу. Яғни сіз бір нәрсені білмесеңіз, кідіріп қаласыз ғой. Міне сол жағдайда I get stuck деп айтуға болады. And then you can say, oh, this person was not really the person And who you solved can it. say, oh, this person was not really the person who solved it. Және сіз одан кейін бұл адам, бұл мәселені шешкен адам емес деп айта аласыз. Because anyone who struggled hard with a problem never forgets it. Кімде-кім проблемамен қатты арпалысқан болса, оны ол ешқашан ұмытпайды. Struggle, арпалысу. Не болмаса көп уақыт бойы сол нәрсемен күресу. If you're creating a company or if you're joining a company, the most important thing is to attract great people. So either join a group that's amazing that you really respect, or if you're building a company, you've got to gather great people. I mean, all a company is a group of people that have gathered together to create a product or service. And so depending upon how talented and hardworking that group is, and the degree to which they are focused cohesively in a good direction, that will determine the success of the company. So do everything you can to gather great people if you're creating a company. Сергей аударайық. Anyone who struggled hard with a problem never forgets it. If you're creating a company or if you're joining a Егер company, сіз компания құрмақ болсаңыз, не болмаса компанияға жұмысқа тұрмақ болсаңыз, join, қосылу, бірігу. the most The important most thing important thing, ең негізгі маңызды мәселе ол is to attract attract great people. Attract, шақыру, не болмаса өзіне назар аударту. Ұлы адамдарды өзіңізге жинауға тырысыңыз. people. So either join a group that's amazing that you really So respect. either join a group that's amazing, that you really respect. Сен өзің құрметтейтін, не болмаса керемет адамдардың тобына қосыл, не болмаса Or if you're building a company, you've got to gather great people. егер сіз компания құрып жатқан болсаңыз, онда ол адамдарды жинауыңыз қажет. To gather, жинау. I mean, all a company is a group of I people. mean, all a company is a group of people. Мен бұндағы компания дегенім адамдардың тобы. That have gathered together to create a product or Олар барлығы бірге отырып, қандай да бір өнім, не болмаса қызмет түрін жасап шығару үшін біріккен адамдардың тобы. service. And so depending upon Байланысты. Depending upon қандай нәрсеге байланысты. how talented and hardworking that group is, Қаншалықты дарынды және қажырлы жұмыс істеуге құлшынысы бар топ болса, and the degree to which they are focused, олардың негізгі зейін қойған деңгейі cohesively
in a good direction, дұрыс нәрсеге бағытталған болса, that will determine the success ол of the company. компанияға міндетті түрде жетістік алып келеді. So, Сондықтан, do everything you can to gather great do people. everything you can to gather great people. Ұлы адамдарды жинау үшін барыңды сал. If you're Егер сен creating a компания company. құрмақ болсаң. Сонымен, әсеріңіз қалай? Бұл ақпарат тегін болса да, қазақ тіліндегі интернетте 10-20 мыңдап сатылып жатырған кейбір ақпараттардан 2 есе пайдалы шығар. Не дегенмен, миллиардер болу оңай емес қой. Егер видео сабақ сіз үшін пайдалы болса, онда міндетті түрде өз достарыңыздармен бөлісіңіздерші. Себебі пайдалы біліммен бөлісуді өзгелерге үлкен көмек көрсеткеніңіз деп білемін. Қолдауларыңыз үшін көп рахмет. Келесі видео сабақты бұдан да қызықты етіп өткізетін боламын.